сіздермен ақпарат айдынында мен Әлия Нұркенқызы. Ақырын көтеріліп, қымбаттап барады құрғырлар. Көктем келе құбылатын жанармай тағы жүрісінен жаңылды. Бензиннің бағасы биыл да баяғы жаман әдетіне басты. Тап осы күні жанармай бекеттеріндегі табылы қыз қайнапты. Наурыз туғалы жұрттың нервісіне тие бастаған бензиннің сәуірде тіпті қан басқа шапты. Бағаны тәубеге келтіріп, жүргізушілердің көз жасын сүртіп, сабырға шақырар құзырет үкіметте жоқ. Өйткені үкімет ішкі нарықтағы жанармай реттейтін құралдан құралақан. Еңгенен емес, әрине. Нарық талабы сондай. Оған қоса әкесі өлгенді де естіртеді деп, алдыңғы жылы жалпақ жұртқа жанармайдың қымбаттайтынын жария етіп қойғаны және де бар. Сөйтіп, бензин акцизінің бағасы 10 теңгеге көтерілгенде жанармай литрі 160 теңгеге өсетіні де мәлімделген еді. Демек, мұның дүрбелең тудыратындай дәнемесі жоқ, заңды негізде. Әлбетте, үкімет үшін. Соқырға таяқ ұстатқандай аян нәрсе екен. Бірақ бүгінгі баға олар айтқаннан асып түсті. Анау айтқан баға емес, осы күні қорқыт дегенде осылай қорқыт дейдің бе деп жұрт дау. Қазақстан жанармайы арзан 10 елдің қатарында. Сарапшылар өзгелермен жанармай нарығын теңестіргісі келсе, Қазақстанның акцизді 2,5 есе емес, 12-13 есеге көтеру керек болатын күн туатынын да айтқан болатын. Әзірге одан аманбыз. Алайда жанармайдың нарығындағы ахуал елді әжептәуір алаңдатып отыр. Елдегі энергетика министрлігінің айтуынша, кейінгі 5-6 жылда ішкі нарықтағы мұнай өнімдеріне мемлекеттік тұрғыда бақылау жасалмайды деген екен. Осы және өзге де тақырыптағы мәліметтерді білгілеріңіз келсе, біздің кітапханаға келіп, мерзімді басылымдардан толығымен ақпарат ала аласыздар.